Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын берілген ребусты шешіп, бүгінгі тақырыпты болжап көрейік. Ребята, перед началом урока, приостановив данное видео, попробуйте решить ребус. Таким образом, мы узнаем тему сегодняшнего урока. Жақсы балалар, ребусты оңай шешті деген ойдамын. Ребустың жауабы ғарышкер сөзі екен, космонавт. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның тұңғыш ғарышкері. Мақсаты Қазақстанның тұңғыш ғарышкерімен танысу, Тоқтар Әубәкіровтың сұхбатын оқу. Тема сегодняшнего урока – первый космонавт Казахстана. Сегодня познакомимся с первым космонавтом, а также прочитаем интервью с ним. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: айналу, вращаться, либо крутиться, батыл, смелый, либо храбрый, марапат, награда, марапаттау, награждать. Осы берілген жаңа сөздерді сурет арқылы қайталаймыз. Марапат, марапаттау, айналу. Жақсы балалар, сөздерді сөздікке жазып есте сақтаймыз. Балалар, енді осы сөздерге синоним тауып көрейік. Мысалы, марапат сөзіне синоним сый сөзі, марапаттау, мадақтау. Айналу сөзіне синоним дөңгелену сөзі екен. Ендеше, келесі сіздер мына берілген тұңғыш, батыл, ел және мәлімет сөздеріне синонимдер тауып жазыңдар. Ребята, теперь самостоятельно подберите к данным словам синонимы и запишите его в тетради. Енді мына суретке мұқият қараймыз балалар. Бұл Қазақстанның тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров. Ребята, обратите внимание, это первый казахский космонавт Тоқтар Әубәкіров. Чтобы узнать побольше сведений о космонавте, сейчас прочитаем интервью с этим космонавтом. Бұл екінші тапсырма, мәтінді мәнерлеп оқимыз. Мен аспаннан ең алғаш ұшақты көргеннен бастап ұшқыш болуды армандадым. Менен сол кезде нені жақсы көресің деп біреу сұраса, ұшақты жақсы көремін деп жауап беретін едім. Аспан әлеміне қызықтым. Мен Ресей еліндегі Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесін бітірген соң арманыма жақындай бастадым. Алдымен ұшқыш, одан кейін звено командирі болып қызмет атқардым. 1975-1976 жылдары Мәскеудегі авиация институтында оқыдым. 1990 жылы мен ғарышқа ұшу туралы ұсыныс алдым. Сөйтіп 1991 жылы Гагарин атындағы ғарышкерлерді дайындайтын орталықта жаттығуды бастадым. Осы жылы 2 қазанда мен ғарышқа Байқоңырдан Союз ТМО-13 кемесімен ұштым. Мен осылай ғарышкер атандым. Ғарыш кемемен жер шарын айналып шығу ғылым үшін өте маңызды. Жас ұландарды ғарышкер болуға шақырамын. Жақсы балалар, мәтінді тағы бір рет оқимыз. Аудармасымен танысамыз. Және де үшінші тапсырма, сұрақтарға ауызша жауап береміз. То есть вам нужно устно ответить на вопросы по тексту. Бірінші сұрақ: Тоқтар ағаның ұшқыш болу арманы неден басталды? С чего началась мечта стать космонавтом у Тоқтара Әубәкірова? Екінші: ғарышкердің есінде қалған ең тамаша сәті қай кезде еді? Самый запоминающийся момент в жизни космонавта было когда? Үшінші: Тоқтар Әубәкіровтың арманы қашан орындала бастады? Когда началась сбываться мечта Тоқтара Әубәкірова? Және төртінші: ғарышкер ғарышқа қашан және қай жерден ұшты? Когда и откуда вылетел космонавт в космос? Ребята, ответы на эти вопросы вы голосовым сообщением отправляйте своему учителю. Келесі жазбаша жұмыс, 4-ші тапсырма: көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жазамыз. То есть в письменном задании вам нужно вместо многоточия поставить нужные слова и записать его в тетради. Енді үй жұмысы: сен білесің бе мәтінін оқу.
Ребята, домашнее задание. Вам нужно прочитать текст «Знаешь ли ты» на странице 17 и постараться понять содержание текста. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.